Так, көрініп тұр ма? Экран көрініп тұр ма? көрініп тұр. Бүгін бізде тәжірибелік жұмыс. Тақырыбы автотранспорттардан бөлінген газдар мен атмосфералық ауаның ластауын бақылау. Мақсаты қоршаған ортаның санитарлық рұқсат етілген жағдайларын қамтамасыз ету үшін бөлінетін зиянды заттарды араластыру үшін қажетті таза ауаның мөлшерін есептеу, берілген учаскедегі қозғалыс қарқындылығын есептеу, автомобильдердің жүру кезінде бір жыл бойы зиянды заттардың мөлшерін есептеу, және тұрғын аудандарда қаралып отырған учаскедегі қозғалыс жағдайын талдау. Өткен сабақтарда біз өттік, бақылау бекеттері болады дедік, нақты жаңағы метеорологиялық жағдайды және метеорологиялық жағдайларды өлшеуге біз стационарлық маршруттық бекеттерде өлшейміз, және жаңағы өндірістіктегі шығарылымдарды оны да бекеттер көмегімен өлшеп тұрамыз нақты. Ал енді автокөліктердің атмосфералық ауаға шығаратын зиянды заттарды қалай біз есептейміз, қалай бақылаймыз? Ол үшін біз автомобильдердегі жүру кезіндегі ең алдымен көмір қышқыл газы, азот оксидтерін және көмір сутектер заттарын өлшеуіміз керек. Арнайы құралдармен, және оның жаңағы қарқындылығын біз мына формуламен есептеп шығара аламыз. Бұл жерде G дегеніміз не? Түрлі автомобильдердің жасы мен автопарктегі техникалық жағдай. L дегеніміз жаңа өндіріс территориясында автомобильдің орташа тәулік жүруі. К жүру тәртібінің әсерін ескеретін коэффициент. Және D өндірісте автомобильді жүргізу күндерінің орташа саны. Бұл түсінікті ме? Нақты бізге қажетті параметрлер. Келесі кестеде сендерге бұл параметрлердің бәрі берілген. Бөлінген зиянды заттар, CO, CH, NO. Олардың әр автокөлік түрлеріне берілген. Жеңіл автомобильдердің ВАЗ, газға қандай берілгені? Автобустардың карбюраторлы қозғалыста және дизельді қозғалыста шығарылған зиянды заттар. Және ауыр жүкті машиналардың да жаңағы берілген мәндері кестеде көрсетіліп тұр. Екінші кестеде сендерге жаңағы керекті коэффициент. Естеріңде болса, бұл коэффициент не? Жүру тәртібінің әсерін ескеретін коэффициент. Жүру тәртібін. Ол коэффициентте сендерге белгілі. Түсінікті ғой? Енді сендер осы мәндерді алып, жаңағы формулаға салып, есептеп шығара аласыңдар. Бұл белгілі. Енді қараңдар. Мынау бізге мысалға бір зерттеу үшін автотрасса алынған. Сіздер үйден шығасыздар, автотрассаның бойына шығасыңдар да, тура өстіп есептейсіңдер. Бұл жерде бізде учаскінің ұзындығы 600 метр. Бұл тұрғын үй квартал. 600 метр учаскісі ұзындығы. Енді бұның қозғалыс қарқындылығын есептейміз. Қалай есептейміз? Уақыт
Бірлігі не? Жолдардың қимасы арқылы екі бағытта, екі жаққа да өтетін көлік құралдарын санап тұрамыз. Түсінікті ма? Жеңіл автомобильдер қанша екен, жүк автомобиль қанша өтті, автобустар, газельдер. Бұл түсінікті ма, Алтынай? Жай ғана шығасыңдар да, соны есептеп аласыңдар. Мысалы, 20 минут ішінде қанша автокөлік өткенін, екі бағытта да. Түсінікті ма? Бізде бұл жерде квартал алынған және магистраль алынған. Екеуінің айырмашылығы көп, білесіңдер. Сонымен біз есептеген кезде жаңағы 20 минут ішінде жеңіл автомобильдер 135 жеңіл автомобиль өтті. Қалай есептеп шығарды? 45 көбейту 3 дегеніміз не? 45 дегеніміз жаңағы санап алған жеңіл автокөліктер. Ал мына 135 дегеніміз ол 1 сағатта өткені. Өткені біз 3-ке көбейді. Түсінікті ма? 45 жеңіл автокөлік өтіпті 20 минуттың ішінде. Оны біз 3-ке көбейтеміз, сонымен 1 сағатта 135 автокөлікті алдық. Сөйтіп, әрқайсына жеңіл автокөлік, жүк автокөлік, автобус, газельдерді есептеп шығара алдық. Бұл жаңағы квартал ішінде. Енді магистральда тура солай есептеп шығардық. Егерде салыстыратын болсаңыздар, көрдіңіздер ма? Магистральда автокөліктің жүрісі қарқынды. Мына жерде 135 болса, 933 автокөлік өтіпті. Түсінікті ма? Өстіп есептеп шығарып алдық. 1 сағат ішінде әрбір үлгідегі автомобильдер санымен өткен жалпы жолымыз мына формуламен есептеп шығарамыз. Түсінікті ма? Жерде N дегеніміз 1 сағат ішінде өтетін автомобильдер саны. Міне мынау. Так, L дегеніміз учаскінің ұзындығы. Сонымен қараңдар. Жеңіл автокөліктер 135 көбейтілген 0,6. 0,6 деген санды қайдан алдық? Кім айтады? Қайдан алынды мынау? Құндызай, қалай ойлайсың? Қай жерден алдық біз мұны? Естеріңде болса, ең басында айттық. Міне учаскінің ұзындығы 600 метр. Біз бұл жерде немен санап отырмыз? Километрмен санап отырмыз. Километр. Сондықтан да 0,6-ға көбейттік. 135 дегеніміз, ол не? Жүрген автомобильдердің саны. Автомобильдердің саны. N. Мына формулаға салдық. Сонымен біз не есептеп шығардық? 1 сағат ішінде әрбір үлгідегі автомобильдердің сан өткен жалпы жолы. Жалпы жолын мені есептеп шығардық әр автомобиль түріне. Түсініңдер ма? Бұл жерде сұрақтарың бар ма? Жоқ. Сұрақ жоқ. Мынау жолы, жалпы жол. Енді біз оның барлығын алдықта кестеге саламыз. Міне, барлығы 20 минут ішінде қанша өткені автокөліктердің, 1 сағатта қанша өткені, 1 сағат ішінде жалпы жол километрде. Мына түсінікті ғой, мысалы 135 жаңағы автокөлік 1 сағат ішінде қаншама километр жүрді деген сөз ғой. Так, енді автомобиль көлігінен ластаушы заттардың шығарылатын шығарымын есептеу. Оны мына келесі формуламен есептейміз. Отын мөлшері. Q дегеніміз ол жалпы алынған отын мөлшері, автокөліктердің жағатын отын мөлшері. Түсінікті ме? L дегеніміз жалпы жол 1 сағатта, V дегеніміз ол отынның үлестік шығыны. Отынның үлестік шығыны. Түсінікті ғой? Енді осы формулаға салатын болсақ, біз мені екінші кестен аламыз. Отынның шығыны бізге
бір нормалды, 100 километрде қанша литр? Мысалы, жеңіл автокөліктер 100 километрге 12 литр отын шығарылады, жағылады. Жүк автокөлікте 33 литр деген. Ол 100 километрге. Ал мынау отынның үлес шығыны, мынанша. Түсінікті ғой? Енді қараңыздар, мынау белгілі мәлімет, бұны сіздер естеріңізде сақтауларыңыз керек. Жеңіл автомобильдердің қазіргі уақытта 90%, отын ретінде нені қолданады? Бензин қолданады. Бензин. Ал 10% ғана газбен жүреді. Газ. Жүк автомобильдері барлығы дизельмен жүреді, солярка, дизель автокөлік. Газельдер газды пайдаланады екен, 100%. Түсінікті ғой? Автобустардың 50% бензин, 50% газ. Газбен жүреді. Бұл белгілі, түсінікті ғой, Айзада, түсінікті ғой, Енді қараңыздар, бір квартал ішіндегі талданған учаскеде автомашиналардың қозғалыштығы жағатын отынның мөлшеріне. Міне қараңдар, жеңіл автомобильдер бензинді ғана есептейтін болсақ, 81-ді көбейтеміз 0,9, көбейтілген 0,12. Бұл сандар қайдан шықты? Түсіндіріп беріңдерші маған. 81 дегеніміз не? 81 жеңіл автомобильдің... Не бұл? Бір сағат ішінде жалпы жолы. Бір сағат ішіндегі жалпы жол. Ал жарайды. Ал мынау не? 0,9 дегеніміз не? 0,9. Құндыз, бұл не? 0,9 дегеніміз. Айттық қой мені, 90% бензин дедік. Түсінікті ма? Осы 90%-дің мені 0,9 дегеніміз. Үлесі. Тамал. Енді мынау 0,12 дегеніміз. Ол не? Ол мені. Үлес шығыны. Отынның үлес шығыны. Жеңіл автокөліктердің үлес шығыны 0,12. Түсінікті ма? Сонымен біз не таптық? Квартал ішінде, автомашинаның қанша бензин шығаратын бір сағатта. Бір сағатта қанша бензин жағылады. Сол сияқты жеңіл автомобиль, жүк автомобиль, автобустарға барлығын бөлек шығарып, есептеп шығарып аламыз. Магистраль ішінде де тура сол. Мына жерде көріп тұрсыңдар. Мына екінші мысалда 0,1 дейді. Ол не? Мына 10% газ. Ал мына жерде мысалы жүк автомобильдер 0,133 дейміз. Бұл жерде неге? Өйткені жүк автомобильдері тек қана дизельмен жүреді. 100%. Түсінікті ма? Сондықтан тек қана оның үлес шығынын ғана есептейміз. Сол сияқты барлығын есептеп шығардық. Оны біз қайтадан кестеге енгіздік. Міне, барлығы бір сағат ішінде жалпы жолы, отын мөлшері, бензин қанша жағылатыны, газ, дизель қалай жағылатыны. Түсінікті ма? Жаңағы есептегеніміздің бәрін кестеге салдық. Түсінікті ғой? Айзада түсініп отырсың ба? Еш қиыны жоқ әлі. Так, енді отынның әр түрі бойынша қалыпты жағдайда литрде бөлінген зиянды заттардың көлемін есептейміз. Мына формуламен. Ол белгілі, есептеп шығардық, эмпирикалық коэффициент дегеніміз мынау К.
Эмпирикалық коэффициентіміз әр отын түріне, бензин, дизель, газға, міне улы газдар мынау коэффициенті, көмірсутектер, азот диоксидінде әр қайсының коэффициенттері белгілі. Түсінікті ғой? Енді магистраль учаскесінде және кварталда, магистральда кварталға қарағанда зиянды заттар көп бөлінеді. Неге? Неге магистральда кварталдың ішіне қарағанда зиянды заттар көбірек бөлінеді? Кім айтады? Кварталға қарағанда қозғалыс едәуір қарқынды, дұрыс айтасыз. Енді бөлінетін зиянды заттардың массасын мына формуламен есептеп шығарамыз. Бізге жаңағы зиянды заттардың массасы керек. Массасын біз осы формуламен есептейміз. Мұнда М дегеніміз молярлық масса, молекулярлық, жаңа заттың, мысалы, улы газ, көмірсутек, азот диоксиді, әр қайсының молярлық массасын, табамыз, молекулалық масса. В дегеніміз көлем, газдың көлемі, және мынау уже Авогадро саны. Енді ол жаңағы мына көлем, рұқсат етілген жағдайдан, шамасынан артып кетті ма, жоқ па, оны біз мына формуламен есептеп шығарамыз. Бұл жерде М деген зиянды заттардың массасы, салмағы, мына формуламен есептеп шығарылған. ПДК дегеніміз не? Шекті рауалды концентрация, рұқсат етілген. Оны біз 100-ге көбейтеміз, сонымен біз мына көлемін таба аламыз. Бұл не? Мынау не қылған көлем? Бұл деген жаңағы зиянды заттарды таза ауамен араластыру көлемі. Мына таза ауаның көлемі. Қанша таза ауа керек? Жаңағы зиянды заттарды араластыру үшін, сұйытылу үшін. Бұл түсінікті ме? Алтынай, түсініп отырсың ба? Мысалы, белгілі бір масса зиянды зат, көмір қышқыл газы бөлініп шықты дейміз. Белгілі бір массасын біз есептеп шығардық. Кім шулап отырған? Өшіңдер? Звукты өше салың. Айзада звукты өше ғой. Массасын есептеп шығардық дейік. Енді осы масса, осы зиянды затты, таза ауамен араластырып сұйыту үшін қанша таза ауа керек? Соны есептеп шығаруымыз керек. Түсінікті ме? Оны біз осы формуламен шығарамыз. Түсінікті ғой? Так, енді бұл есептің бәрін нәтижесін қайдадан кестеге салдық. Оның көлемі, массасы, жаңағы шектеулі рауалды концентрациясы барлығы тапсырмада уже берілген. Түсінікті ғой? Ары қарай кеттік. Квартал ішінде, міне мынау уже көрсетілген, қалай массасы есептелінген. Улы газ, тек қана СО-ға, улы газға қалай есептейміз? 8,390 дегеніміз не? Қайдан алдық біз оны? Мынау көлемі, улы газдың көлемі. Түсінікті ме? 12 қосу 16, бұл қайдан шықты? Мынау қайдан шықты сандар? Формулаға назар аударамыз. Көлемін таптық. Молекулалық масса. Молекулалық масса. С дегеніміз 12, О 16. Молекулалық массаны есептеп шығарасыңдар ғой, химиядан естеріңе түсіріңдер. 12 қосу 16. Және 22,4-ке бөлеміз, сонымен мынау массасын тауып алдық. СО-ның, улы газдың. Сол сияқты көміртек
көмірсутектерге азот диоксидіне кварталда есептеп шығарамыз, және магистральда. Міне, мынау жаңа квартал ішінде, мына магистраль ішінде әрқайсысына есептеп шығарылған. Мынау жаңа көмірсутектердікі. Так, өшіреміз. Кімдікі анау? Звук. Так, 12 көмірқышқыл, көміртек, сутек, CH, C6, 12 көбейтілген 6, қосу 6 дегеніміз H1 көбейтілген 6. Бұл түсінікті ме? Мынау көмірсутектікі. Мынау улы газдікі. Мынау азот оксидікі. Бұл түсінікті ме? Сөйтіп барлығын есептеп шығарамыз. Енді сұйытылу үшін қажетті ауа көлемін есептейміз жаңағы формуламен. Мына санды біз есептеп шығарғанбыз, мына массасы. Улы газдың массасын неге көбейтеміз? 1000-ға көбейтеміз, бөлеміз 3-ке. 3-ті қайдан таптық? 3 деген не? Оның ПДК-сы, ЧРК, шекті правалдық концентрация. Түсінікті ме? Содан аспау керек деген сөз. Сонымен мені шығардық. Түсінікті ме? Тура солай көмірсутектер азот диоксидіне бөлек, магистральда әр улы заттарға бөлек есептеп шығарамыз. Оның бәрі нұсқау картада бар. Мен сендерге тек қана түсіндіріп отырмын. Қайдан алынды, қалай есептелінді. Түсінікті ме? Енді бөлінетін зиянды заттардың араластыру үшін қажетті таза ауаның жиынтық мөлшерін табуымыз керек. Нақты барлық, енді бөлек біз көмірқышқыл газын бөлек сұйытпаймыз ғой, барлығын жиынтығын неғылымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Әр квартал ішінде бөлек, магистральда бөлек, әр мәнді не істейміз? Қосамыз. Қайдан алдық бұны? Міне мынау квартал ішінде міне көлемі табылған. Міне. Мына жерде, және қалғандарын есептеп шығарады. Және мынау магистраль ішінде. Міне. 21 мың, 217 мың, 213 мың. Және мынау. Бұл мынау магистральдағы. Мынау кварталдағы есептеп шығарылғаны. Түсінікті ме? Түсінікті. Түсінікті. Жарайды. Сонымен қорытынды жазамыз. Қорытындыда жаңағы не туралы жазамыз? Қарастырылып отырған учаскеде, автокөліктердің жаңағы жұмысы, қозғалыс жұмысы кезінде бөлінетін зиянды заттардың жаңағы мөлшері, тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың автомагистральдарында жақындығын ескере отырып, ауаның экологиялық зиянды деп жатқызуға болады. Демек, сендер қорытындыда тұжырымдама шығаруларыңыз керек. Зиянды ма бұл бөлінген зат? Зиянсыз ба? ПДК-дан жаңағы шекті рауалдық концентрациядан асты ма, аспады ма деген сияқты, және қанша таза ауа көлемі керек екенін, жаңағы осы зиянды заттарды сұйытылу үшін қанша таза ауа керек екенін бәрін есептеп шығарып, осыны қорытындыға жазасыздар. Түсінікті ме? Сонымен сіздерге тапсырма. Нұсқау карталар бойынша есеп шығару. Мұнда сендерге нұсқалар берілген, 25 нұсқа. Өздеріңіз жаңағы тізім, үшеко тобының тізімі бар ғой. Сол тізім бойынша, номері бойынша өздеріңіз нұсқаны аласыздар. Мысалы, Абламбекова Алуа Алтынай бірінші номерді алады. Атағұлов екінші жазылған ба, екінші нұсқаны алады.
Мысалы, Алтынай бірінші Аха, нұсқаны түсінікті. алды. Жеңіл автомобильдерді алады екен, оның ішінде ВАЗ автокөлігін алады, және олардың міне берілген мәндерін қолданады. Түсінікті ма? Аха. Және мына кестені жаңа есепке салып отырып, мына кестені толтырасыздар. Өздерінің нұсқаларыңыз бойынша. Автомобильдің түрін жазасың, иә? Оны автомобиль түрінің санын жазасың, иә, есептеп. Мына жақтан ЛДК мәндерін жазасың. Одан кейін мынаны есептеп шығарып, барлығын жазып шығарамыз. Түсінікті ма? Келесі екінші тапсырма, отын әр түрі бойынша қалыпты жағдайда литрде бөлінетін зиянды заттардың көлемін есептеу. Түсінікті ма? Әр түрі бойынша қалыпты жағдайда литрде бөлінетін зиянды заттардың көлемін есептеу. Ол да басында берілген, түсіндірген. Әр неге улы газға бензин, дизель, газды қалай есептегенін жазасыздар. Көмірсутектерді де, азот диоксидінде әрқайсысын бөлек есептеп, есеп жолын көрсетіп жазасыздар. Жарай ма? Келесі қорытынды жасайсыздар. Қорытынды жасағанда не жазу керек екенін айтып кеттім. Нақты тұжырымдама жасайсыздар. Мына әдебиеттерді қолданып, қосымша мәлімет ала аласыздар. Әрине, міндетті түрде бағалау критерийлеріне назар аударыңыздар. 5 алу үшін не істеу керек екенін нақты қарап алыңыздар. Ертең күні неге мен 4 алдым деп сұрақ қойып жүрмеңіздер. Жарай ма? Осындай тапсырма, осындай жұмыс бүгін. Соны әдеттегідей Платонс платформасына саласыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? Группа? Сұрақтарыңыз бар ма? Апай, Ау? сосын мен жарты түсінбей қалдым ғой, личкаңызға сұрасам бола ма потом? Болады, әрине. Болады. Тағы да сұрақтарыңыз. Құндызай бәрі түсінікті ма? Алтынай, сұрағың жоқ па? Қалай есептеу керек екенін түсінікті ма? Негізі қиын емес, бірақ та ұзақ жұмыс істейсіңдер, біраз отырасыңдар енді. Нақты не істейсіңдер? Шығасыңдар, 20 минут санап шығасыңдар, қанша автокөлік өткенін, екі бағытқа да. Одан кейін оны жаңағы формулаға салып есептеу қиын емес. Түсінікті ме? Егер де сұрақтарыңыз жоқ болса, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Sağ olun.